Құранда да Алла тағала айтады, Аллаға ғана құлшылық етіңдер, Аллахқа ортақ қоспаңдар, және де ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар дейді. Және де егер де әке-шешелерің қартайған болса, оларға түх деп зекімеңдер дейді. Бұл нені білдіреді? Яғни Құран кәрімнің өзінде де Алла тағала осы адамзаттың ішіндегі ең асыл, қасиетті, жоғары дәреже әкенің рөлін меңзеп тұр. Сол сияқты бұл әкелердің рөлі сондай жоғары болғандығынан біз осы әкелерімізді құрметтеуге міндеттіміз. Бірақ сол әкелеріміз сол дәрежеде болмаса да Алла тағала оларды құрметтеңдер деп жатыр. Оған дәлел ретінде пайғамбарымыз бір жиында әке-шешелеріңді құрметтеңдер, жақсылық жасаңдар деп, солардың ішінен бір сахаба шығып, егер де әке-шешелеріміз ондайға лайықты болмаса да ма деген кезде, ондайға лайықты болмаса да әке-шешелеріңді құрметтеу міндетсіңдер деп тұр. Яғни біз кейбіреулеріміз ойлаймыз, әке-шешеміз ішімдік ішіп кетуі мүмкін, зұлым болып кетуі мүмкін, мен оны неге құрметтеуім деген сияқты пікірлер қалыптасуы мүмкін. Бірақ біздің осы ислам дінінде әке болып, осы сенің дүниеге әкелуіңе себеп болды ма, оны сен бәрібір құрметтеп, жақсылық жасауың міндетті деп насихатталады. Сондықтан да біз әке деген кезде оны қатты сакральды, әке дегенді бір басшы ретінде, патша ретінде болу деп есептемеуіміз керек. Біз әке деген нәрсе бізді дүниеге әкелгенімізге, бізді шамасы келгенше, қолының мүмкіндігінше ішкізіп, жегізіп, киіндіргені үшін де біз құрметтеуіміз керек. Әке деген баланы қалай жақсы көреді? Жаным, күнім, мен сені жақсы көремін деп сияқты шешелер сияқты айта алмайды әке деген. Әке деген өзімізді әке болып отырық қой. Біз іштей жақсы көреміз. Махаббатымызды қатты білдіре алмаймыз. Бірақ бала үшін, қыз үшін жанымызда беруге дайынбыз. Бірақ оны көп эмоциямызды білмегендіктен кейбір балалар ойлап қалатын шығар, әке-шешеміз шеше сияқты жақсы көрмейді деген сияқты түсінік қалыптасып қалуы мүмкін да. Ал аналар ол өзінің жақсы көргенін, жаман көргенін ашық білдіреді ғой. Бірақ біз әкелер сондай ер азамат болғандықтан эмоциямызды көп білдіре бермейміз, бірақ іштей жақсы көріп тұрамыз. Ол неден қалған қасиет? Бұл әрине бұл қазақи құндылық дүниетанымнан қалған қасиет. Біз қай қазақтың батырын алып қаламаңыз, ақынын алып қарамаңыз, барлығында мінезі ер мінез болған. Бірақ әкенің дәрежесін кім көтереді деген кезде айналып келіп шешеге келіп тіреледі ғой. Себебі ана тілі деген нәрсе бар, әке тілі деген нәрсе жоқ. Неге ана тіл дейді? Өйткені ең алғашқы сөйлеу кімнен дариды? Ол анадан дариды. Біз ер адам түзде жүріп, еңбек етіп жүрген кезде, сол 3 жасқа дейін баламен қалатын кім? Емізі ол ана. Сол сөз арқылы ол ана тіл деген. Енді осы ана әкесін қандай болса да қалай сипаттайды, бала сондай оны көреді. Егер әкесін сенің әкең батыр болған, сенің әкең мықты, әкең келгенде құрметте, сыйла, қарсы шықпа, күліп қара десе, қыз бала оны өмір бақи сыйлап өтеді. Оған бір мысал ретінде келтіретін болсақ, Абай жолында да Абай Құнанбаев Семей Ахмет Риза медресесінен келе жатқан кезде анасы тұрады, апасы тұрады, Құнанбай әкесі тұрады. Жүгіріп барып шешесіне барған кезде анасы айтады, бірінші бар әкеңмен амандас дейді, әкеңді сыйла дейді. Сөйтіп Абай бірінші әкесіне барып амандасады, сөйтіп апасына барады, сөйтіп барып шешесіне барады. Көрдіңіз бе? Бұл нені білдіреді? Тәрбиені беретін бұл анадан екен. Міне әрбір әйел кісі өстіп өз күйеулерін жоғары көтеретін болса, мен ойлаймын, әкелердің де дәрежесі көтерілді ғой деп.